Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге айран қосылған пирог жасаймыз. Оған керекті нәрселеріміз: 3 жұмыртқа қосамыз, оны жақсылап белкімен араластырып аламыз. Оның үстіне 1 шай кесе қант қосамыз. Оны да жақсылап белкімен араластырамыз. Артынша миксерлейміз. Қамырымыз осылай 2 есе ұлғаяды. Оның үстіне 1 стакан айран қосамыз. Айран қосып, белкамен араластырамыз. Жарты шай кесе сұйық май қосамыз. Онда жақсылап белкамен араластырамыз. Бір шай қасық қопсытқыш қосамыз. Жақсылап араластырып, үстіне 1 стакан ұн қосамыз. Ұнымыз електен өткен. Ұнымызды 3-ке бөліп, осылай жақсылап араластырамыз. Екінші бөлігін саламыз. Үшінші бөлігі. Жақсылап араластырамыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, үстіне құямыз. 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Дәмі өте керемет, осындай пирог шықты. Мені қолдап, лайк, коммент қалдырып кетіңіздер. Достар, баршаңызға көп рахмет.